Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Дәл қазір Eyes Open 5 сыныптың 6 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Possessive adjectives and possessive pronouns. Яғни possessive adjective дегеніміз тәуелдік сын есімдер, ал possessive pronouns дегеніміз тәуелдік нелері, есімдіктері. Яғни subject pronouns, яғни қандай есімдіктер бар? I, he, she, it, we, you, they деген тәуелдік есімдіктер бар. Яғни олар қалай өзгереді, қалай тәуелдік сын есімі қалай болады, қалай тәуелдік есімдіктерден айналады. Мысалыға I мен, my менің, mine менікі. You сен, your сенің, yours сенікі. He ол, his оның, his оныкі. She ол, her оның, hers оныкі. It ол, its оныкі. Яғни бұнда бізде зат есімге айтылады, жануарларға айтылады. We біз, our біздің, ours біздікі. You сіз, сендер, сіздер, your сенікі, сіздердікі, yours сендердің болады, мына жерде сендердікі болады. They олар, their олардың, theirs олардікі. Яғни бұл туралы толық мағлұматты 108 беттен алуға болады екен. Енді complete the table with the correct words дейді. Мұнда бос орындарды осында жазып қалдырып кеттім. Exercise 2. Circle the correct words. Мұнда дұрыс сөзді белгіле деп берген екен. Дұрыс тәуелділік есімдіктерін сын есімдерін тануымыз қажет. It is my ruler. Бұл менің сызғышым. It's blue. Ол көк түсті. It is my ruler. It's blue. It is her laptop. Бұл оның ноутбугі. It's new. Ол жаңа. Ноутбукты айтып тұр, жаңа деп. That isn't your phone. Бұл сенің телефоның емес. It's mine. Ол менікі. There are our books. Олар біздің кітаптарымыз. It isn't his brother. Ол оның інісі емес. It's her. Ол оныкі. Hers. That is their dictionary. Бұл олардың сөздігі. You're my friend. Сен менің досымсың. Мұнда тапсырмаларды жазып кеттім. Осы жерден көшіріп алсаңдар болады. Ендігі кезек 3-ші тапсырмада. Match the pictures with the words in the box. Мына сөздерді мына суреттермен сәйкестендіруіміз қажет. Мұнда жазып дайындап қойдым. Осы жерден көшіріп алсаңдар да болады. An expensive computer, a new skateboard, an old mobile phone, a big bike, a small bike, a nice car. Әдемі көлік. Келесі possessive s. Яғни бізде тәуелділік s жалғауы қалай жалғанады? Use a name or a noun plus s to show possession. My brother's laptop. Яғни біреудің тәуелділігін, біреудің бір затын айту үшін бізге s дегенді қосып жазу керек екен. Яғни бұл бізде ілік септігінің ның, тың деген жұрнағын білдіреді. Адамның есімін қолданамыз, немесе зат есімін қолданамыз. Мысалға, my brother's laptop. Менің ағамның ноутбугі. Ағамның дегенде ның осы s-ті білдіреді екен. 4-ші тапсырма. Write sentences with the possessive s. Яғни s-ті қолданып, сөйлемдер жаса деп берген екен. Мысалыға, my sister's bike is new. Менің әпкемнің велосипеді жаңа. Әпкемнің деп тұр, s. Дәл солай бізге 4-ші тапсырманы аяқтауға жет. Міне мен мұнда жазып қойдым. Осы жерден көшіріп алсаңдар да болады. Дәл қазір сендерге оқып беремін. Мұнда жазылып тұр. Jake computer is great. Jake'тің компьютері тамаша деп айтуымыз керек. Ол үшін Jake's computer is great. My mom car is small. Менің мамамның көлігі кішкентай. My mom's car is small.
иә? Менің мамамның көлігі кішкентай. My brother skateboard is old. Менің ағамның скейтборды ескі деп айтуымыз керек. My brother's, мінекей, brother's skateboard is old. Kate new book is big. Кейттің жаңа кітабы үлкен. Kate's new book is big. Дәл осылай тапсырмаларды орындап шығасыңдар. Өте оңай. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.